Әдемі, солай емес пе? Қойлар мен шаруалар бұл жерді Қарлы тау деп атайды. Осы өңірдің қыстақтарын ежелден бері мастифтер қорғап келеді. Бұл олардың ұрпақтан ұрпаққа берілетін құрметті міндеті. Ал мынау Боуди. Әзірге оның қолынан түк келмейді. Дегенмен бәрі де алда. Мұндағы өмір қарапайым. Жөнейіру және музыка ойнау. Өздері бір ғана әнді біледі. Бұл қазір ойнап тұрған ән. Жұмақтан несігем? Айтыңыздаршы. Ал менің бір кездері тастай қашқан қалам біртіндеп ұмыт болды. Бірақ жұмақта да кереңсіздіктер болып тұрады. Әлгі айтқандай, қойлар бар жерде ит ұсталар. Тек қасқырлар Тибеттің құпия қаруы туралы білген жоқ. Бұл мастифтің темір жолы. Бұл қаруы іште жалындап жататын оттан жаралған еді. Қасқырлардың таяқ жегендері сонша, оларды қайтып келеді деп ойламадық. Алайда көшбасшы көргендік танытты. Ол әскер құрып, Боудиді жаттықтыра бастады. Бірақ Боуди жаттығуға көңіл бөле алмайтын. Қыстағымыздағы әуен осымен мәңгіге жоғалды. Жетекшіміз бұл бәрінің уақытын алады деп шешті. Ал біздің қырағылықты жоғалтпауымыз керек. Қыстағымызда жым-жырт тыныштық орнады. Мылжыңдар қасқырға жем болады дейтін сөз бар ғой. Бірақ бір күні оларды мұнда жауып тастағандары өкінішті. Дұрыс айтасың. Қазір баратын жерің жоқ па? Менің бе? Я, дәл солай. Кешке жолыққанша, Флитвуд. Ал сіздермен әлі кездесеміз ғой, Жау жақын маңда. Бұл жау дайын бол. Қасқырдың қаупінен сақтаныңдар. Сәлем. Сәлем. Сәлем, Флойд. О, сәлем, қайырлы таң. Сәлем. 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 Тік тұрыңдар. Мен мұндамын. Қадам бас. Жүр. Ал сен кешіктің, тағы да. Кешіріңіз, әке. Тұрыңдар. Қане, бергел. Күнеки. Иә, кереметсің. Доғарыңдар, жігіттер, болды, түбілеспеңдер. Ешкінің ісін істемесеңдер, достар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сонда Карл қайда? Кешір. Қане, тездетіңдер. Алға. Жүріңдер, жігіттер. Қане. Бетің алға қарап тұру керек. Қане, түзек, енді дұрыс. Түзеліңдер. Сарбаздар бақылаңдар. Жаудың кез келген жерде болуы мүмкін. Маған түк көрінбейді. Көзіңді аштың ба? Иә, енді дұрыс.
Неге ит болып киінуіміз керек? Рас па? Жау бізді қалың қолы бар деп ойлау тиіс. Сонда олар мұнда келмейді. Қанша рет айтуға болады? Түсінікті. Жарайды. Үйірден еш айырмасы жоқ. Бұлардың өз милары жоқ. Иә. Мен онда кетейін. Ей, сен қайда жиналдың? Жұмыстарды аяқтадың ба? Иә, Қорларды толтырдың ба? әрине. Жуынатын бөлмені жүннен тазарттың ба? Кеш-ақ тазартқам. Сүлгілдің бе? Үлпілдеген таза сүлгілер. Сырлайтын нәрсені сырладың ба? Сырдың 2 қабатымен. Қағаздар реттелді ме? Реттелді, бәрі жақсы. Қысқасы, жұмыс бітті. Мен кеттім, кездескенше. Ал мастифтің қанды жұдырғышы. Тас мүсінді бер әкел. Сонымен, қасқыр шабуылдайды. Иә, Сені көріп, жақындай түседі. иә. Саған қарай жүгіреді. Түсінікті. Секіруге де дайын. Бетпе-бет, міндет атқарылмады. Әке рұқсат болса. Боуди, жан дүниеңе сондай от болу керек. Бойыңнан сондай құштарлық табылсын. Қасқырды жек көру керек. Қасқырды жек көрем. Дұрыс. Олар суқаным сүймейді. Міне мұның жөн. Иә, алақай, көрдіңіз бе? Кім мықты? Мен мықтымын. Бірінші реттен ақ көзіне дөп тигіздім. Ей, тыныш. Бөлімше, тынышталыңдар. Қауіпті жағдай. Кешіріңіз, әке, естіген жоқпын. Қане тез арада ішке кіріңдер. Мастифтің жұдырығы. Бұл не? Қолымнан түк келмейді. Кіш, кетіңдер, кетіңдер, қане. Жоқ, тоқтаңдар. Оны кетпеңдер. Тыңдаңдар, әлде бір заттарың түсіп қалды. Ей, тыңдаңдар деймін. Әлде бір заттарың түсіп қалды.